Баршаңызға сәлем достар. Мен сіздермен Құралай. Сіздерге бүгін үй жағдайында кептірілген алманың қағы, яғни жемісті қалай кептіруге болады. Мен сіздермен соны бөлісетін боламын. Достар, менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетуді ұмытып кетпеңіздер. Алда қызықты видеолармен бөлісетін боламын. Соңына дейін тамашалаңыздар. Бұл алманың кептірілген түрі, яғни үй жағдайында қалай кептіреміз, қалай кескіндейміз туралап, қандай жағдайда кептіріп алуға болады, сол туралы айтатын боламын. Алдағы видеомда достар, сіздермен кептірілген жемістердің берер пайдасы туралы бөлісетін боламын. Ал қазір сіздерге алманы үй жағдайында қалай кептірсек болады. Осылай алмамызды аламыздағыны жақсылап, үйдің есіктің алдында өсіп тұрған алмамыз, бұл содымен жуып, басқа ненің қажеті жоқ. Жақсылап осылай үй жағдайында жуып аламыздағыны, осындай теркамды алдында үккішімді осылай кольцевой домалақ пішінде осылай өткізіп аламын. Алмамның бәрін осылай бәрін өткізіп аламын. Мен алманың ақ түсін, осылай аппақ түсін сақтау үшін тұзға жуған жоқпын. Келесіде айтамын сіздерге, бірақ мен осындай өзінің қоңыр түсін беру үшін тек қана суда жуып, осылай кескіндеп алдым. Күннің қызуы бізде оңтүстікте 45-50 градус болып тұрған соң, міне 4-5 сағаттың ішінде осылай алмамды, жаңағы қағымды осылай қақтап, күннің көзі, жел бар, самал жел, осылай қақтап түсіріп берді маған. Қараңыздар, қандай әдемі. Духовкаға салудың да қажеті жоқ. Оны мен алдағы видеода бөлісетін боламын достар. Енді мен осы алманы не істеймін? Балаларға чипсы ретінде беремін. Достар, өте тәтті болады. Алманы шытырлатып осылай жейді, жұмсақ қылып, мен әдейі жұқа кескіндеп, жұқа түрін таңдадым үккіштің. Сондықтан осылай теркамен өткізіп, балалардың жеуіне ыңғайлы болсын деп осылай істедім. Осылай банкаға салып қойып қоямын. Міне осылай стеклянный банкаға салып, бетін жауып қойып қоямын. Жақсылап қақталған қақ болды менде. Қалған бөліктерін осындай одноразовый пакетиктерге, беті осылай жабылатын, осылай бәрін салып қоямын. Мен бұны келесі кезекте шай демдеген кезде, көкөністермен, жемістермен осылай шай демдеген кезде түрлі жемістерді осылай қатырып, шайды ұсынамын келген қонақтарыма, өзіміз үйде. Сондықтан достар, сіздерге де кеңес етемін, осылай алма есіктің алдында төгіліп жатыр, ысырап болмасын деп, осылай алманың қағын қақтап, күннің көзіне осылай істеп қойған жөнім бар. Сіздерге де кеңес беремін. Пайдалы, қолжетімді, барлық кәделеріңізге жарайды. Сондықтан міндетті түрде істеп көріңіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.